Онда әріптестер, жұмысымызды бастай берейік. Құрметті Тараз қалалық мәслихатының кезектен тыс 5-ші сессиясына 27 депутаттан 20-сы қатысып отыр. 5-еуі белгілі себептермен, 5-еуі еңбек демалысында, 2-еуі сапарда. Сол себепті кворум бар сессияны ашуға мүмкіндік береді. Так, кезектен тыс 5-ші сессияның жұмысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Сессия жұмысына Тараз қаласының әкімі Орынбеков Бақытжан Әмірбекұлы, қоғамдық кеңестің төрағасы, ардагерлер кеңесінің төрайымы, қала әкімінің орынбасарлары, бөлім басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Так, сессияның күн тәртібі мен жұмыс регламенті қолдарыңызда бар. Депутаттарда өзгертулер мен толықтырулар бар ма? Жоқ. Жоқ болса, онда күн тәртібі мен регламентті бекітілсін деген ұсыныс бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Сүрейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, күн тәртібінің бірінші мәселесін қарауға көшеміз. 2023-2025 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы Тараз қалалық мәслихатының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы 21-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы жаңа тұрақты комитетте қаралды. Дегенмен де сессияның қарауына шығарылады. Сөз Тараз қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Ордабаев Жандос Кәсіпкерұлына беріледі. Құрметті Бақытжан Әмірбекұлы, құрметті депутаттар, 23-25 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы Тараз қалалық мәслихатының 21-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешімнің жобасы бюджет кодексінің 106 бабын басшылыққа ала отырып, жергілікті атқарушы органның бастамашылығы бойынша және бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің өтіндерінің негізінде өзгерістер енгізу ұсынылып отыр. 23 жылға арналған қалалық бюджеттің кіріс бөлігінің жыл соңына дейінгі болжамда орындалуына талдау жасалып, және қалалық кірістер басқармасымен келісе отырып, өзіндік кірістерді 1,3 миллиард теңгеге ұлғайту ұсынылып отыр. Осы өзіндік кірістер есебінен ұлғайтылған 1,3 миллиард теңге қаражаттарды келесі шығыстарға бағыттау көзделуде. Қалалық мәслихат аппаратына жаңадан енгізілген бір штат бірлігінің еңбекақысына 2,1 миллион теңге, қоғамдық кеңестің іс-сапар шығындарына 400 мың теңге, қаржы бөлімінің іс-сапар шығындарына 600 мың теңге, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мәдениет үйіне автобус жалға алуға 2 миллион теңге, іс-шараларға арналған орындықтар сатып алуға 3,3 миллион теңге, LED экран сатып алуға 12,5 миллион теңге. Ішкі саясат бөлімінің жастар орталығы Жасыл ел бағдарламасын іске асыруға 6,8 миллион теңге, Тараз қауіпсіз қала жобасы бойынша іс-шараларды өткізуге 7,9 миллион теңге. Ауыл шаруашылығы бөлімі бойынша мемлекеттік қызмет көрсетулерге 500 мың теңге, құрылыс бөліміне 14 шағын аудандағы 3-ші кезеңді сумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау инфрақұрылымдық желілерін салу нысаны бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірлеуге 10 миллион теңге, тұрғын үй сертификаттарын беруге 200 миллион теңге. Тұрғын жай коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің ағымдағы шығындарына 1,5 миллион теңге, бөлімге жиһаз алуға 1,5 миллион теңге, сот шешімдерін орындауға 3,9 миллион теңге, солнечный алқабындағы жылу желілеріне техникалық қызмет көрсету жұмыстарына 9,6 миллион теңге, көше жарғының коммуналдық төлемдеріне 615 миллион теңге, Жамбыл су коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның Құмшағыл алқабындағы бас су қабылдағыш ғимаратының аумағын қоршау жұмыстарына 104 миллион теңге, Мыңбұлақ, Самал, Жансая шағын аудандарындағы жылу жүйелерінің гос мемлекет актілерін әзірлеуге 24,6 миллион теңге, жасыл желектерге есеп жүргізу жұмыстарының бастамасына 5 миллион теңге, Құмшағыл оңтүстік батыс су қабылдағышына бейнебақылау камераларын орнатуға 9,7 миллион теңге, Құмшағыл алқабындағы су жинау ұңғымасының күрделі жөндеу жұмыстарына 40 миллион теңге, Асқар көшесі су құбыры желісінің Асқар көшесінің аяғындағы көшеге су құбырын жүргізуге 11,9 миллион теңге, және Жамбыл су мекемесіне қаладағы жаңадан соғылатын 35 скважинаның жобалық іздестіру жұмыстарына және жобалық сметалық құжаттама әзірлеуге 59,5 миллион теңге. Сәулет қала құрылысы бөліміне Астана Мөлтек аудандағы егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына түзету енгізуге 23,8 миллион теңге. Келесі тұрғын үй қатынастары бөлімінің күрделі шығындарына 1,5 миллион теңге. Гончаров көшесіндегі номер 9-шы үйдің шатырын және қасбетін жөндеуге 10,4 миллион теңге. Тұрғын үй жаңғырту бағдарламасын іске асыру мақсатында 52 көп қабатты тұрғын үйдің жобалық сметалық құжаттамасын сараптамадан өткізуге 18,2 миллион теңге.
15 мөлтек аудандағы көп пәтерлі тұрғын үйге 10 дана көтергіш пандус сатып алуға 7,2 миллион теңге. Жер қатынастары бөлімінің ағымдағы шығындарына 1,3 миллион теңге. Осы жер қатынастары бөліміне қала аумағын кеңейту үшін Тараз қаласының бағалау аймақтарының шекара сызбаларын әзірлеуге және жер телімдерінің базалық мөлшерлемесін есептеу жұмыстарына 104,3 миллион теңге. Осы 1,3 миллион теңге бағытта ұсынылады. 1,3 миллион теңге баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Құрметті депутаттар, Жандос Елесбекұлына сұрақтарыңыз бар ма? Жаңа мәселенің барлығы тұрақты комиссияның отырысында қаралды. Сондықтан да осы мәселе бойынша шешім жобасы. Жақсы, рахмет, Жандос Елесбек. Осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібінің келесі мәселесін қарауға көшеміз. Жер учаскесін мемлекет мұқтаж үшін алып қоюға байланысты шарттың жобасына келісім беру туралы. Сөз Тараз қаласы әкімдігінің жер қатынастар бөлімінің басшысы Айменов Темірхан Талқалыұлына беріледі. Құрметті Бақытжан Әбекұлы, құрметті депутаттар, Тараз қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылыс бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің хатына сәйкес қаланың бас жоспары мен егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына сәйкес Қазбекованың кадастрлық нөмірі 06097 039 857 жер телімі жекеменшік тұрғын үй және көпқабатты үй құрылыстары қарастырылған аумаққа орналасқан. Қазақстан Республикасы мемлекеттік мүлік туралы заңның 62 бабының 2 тармағына сәйкес мемлекеттік мұқтаж және иеліктен шығарылатын жер учаскесі үшін жеке меншік иесіне немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушыға тең бағамен жер телімі өтеу арқылы жүргізіледі. Қазіргі таңда тәуелсіз бағалаушы Азия Консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалынған осы жылдың ағымдағы жылдың 20 сәуіріндегі бағалау туралы есебіне сәйкес Қазбекованың 2,9 гектар Қарасай алқабындағы орналасқан жер телімінің нарықтық құны 13.329.861 теңге деп бағаланды. Сіздердің алдарыңызға келісім шарттың жобасы ұсынылған. Осы келісім шарттың жобасын және біздің ұсынысты қолдауды сұраймын. Так, Темірхан Талқалыұлына сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы бұл мәселе 2023 жылдың 31 мамыр күні біздің қалалық мәслихаттың инфрақұрылым, коммуналдық шаруашылық және жер қатынастары тұрақты комиссиясында жан-жақты зерделеніп қаралды. Жаңа тұрақты комиссияда тағы да қарап өттік. Өтім қолдауларыңызды сұраймын. Осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Сүрек, қарсы, жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет, Темірхан Талқалыұлы. Құрметті әріптестер, негізгі мәселелер қаралды. Келесі мәселелерге көшеміз. Күн тәртібінің келесі мәселесі Тараз қаласы әкімдігі жанындағы рәміздер жөніндегі комиссия құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 2023 жылғы 28 сәуірдегі нөмірді 2-7 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Сондықтан қолдауларыңызды сұраймыз. Шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Жақсы, рахмет. Сүрейік. Қарсы, жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігі жанындағы жастар үшін де ісі жөнінде кеңестің құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихаттың 22-4 ақпандағы 12-5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе туралы да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Сүрек. Қарсы, жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігі жанындағы діни бірлестіктермен байланыстар жөнінде кеңестің құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихаттың 21 жылғы 26 наурыздағы 3-9 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Сүрек. Қарсы, жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе
Тараз қаласы әкімдігі жанындағы құқық бұзушылық профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамын бекіту туралы мәслихаттың 23 жылғы 28 сәуірдегі 2-8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоямын. Кім қолдайды? Түсірейік. Кім қарсы? Қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Келесі мәселе, Тараз қалалық аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларындағы босаған мүшелерінің орындарын қалыптастыру және жаңадан ашылған учаскелік сайлау комиссиялары мүшелерін сайлау туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Кезектен тыс 5-ші сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер қаралды. Бақытжан бір ауыз айтасыз? Саламатсыздар ма, құрметті депутаттар. Бүгін күн тәртібіндегі негізгі мәселелерді қаралды. Сіздерді қолдауларыңызды біз көріп отырмыз. Үлкен рахметімді, ризашылығымды білдіргім келеді. Бұл жерде екі мәселе мен тоқтап кететін. Біріншіден, мынау қазір мемлекет тарапынан бақытты отбасы бағдарламасы аясында үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл бағдарлама бойынша былтыр біз 40 миллион теңге бюджетте қарастырған болатынбыз, бірақ ол игерілмей қалған. Биыл да бұл бағдарлама бойынша қазірдің өзінде 100-ден астам біздің кезекте тұрған отбасыларымыз осы бағдарламаға қатысып, қазір пәтерлердің кілтін алып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, біз бюджет тарапынан 10% сертификат береміз. Өте қуантатын жағдай. Бағдарламаның жұмыс жасап атқанда біздің көзіміз жетіп отыр қазір. Қазір қосымша 195 азаматтың ұсынысы қаралып жатыр құжаттары банкімен. Оның 100-ден астамы Тараз қаласының тұрғындары. Сондықтан осы үлкен бір мәселе. Біздің кезекте тұрған азаматтарымызды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі. Екінші мәселе сіздердің назарларыңызға. Біз кеше ғана мынау қаланың бас жоспарын өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік сараптамадан өтіп жатқанбыз. Кеше толық жұмыстар аяқталды. Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын біз алдық. Енді жақын арада қаланың бас жоспары үкіметтің қарауына, үкіметтің бекітуіне жолдаймыз. Үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Өздеріңізбен бірге бұл мәселенің бәрін талқылағанбыз, бас жоспарды. Оның ішінде негізгі біздің қаланың даму жоспары да бірге қаралып жатыр. Қаланы 2 әкімшілік ауданға бөлу мәселелері қаралған. Сондықтан бұл бағытта жұмыстар атқарылып жатыр. Жақсы, рахмет. Рахмет, Бақытжан Әмірбек. Жоқ болса рахмет, Бақытжан Әмірбек. Если успеете, у меня в 10:30 прием граждан. Если вы успеете, зайдите, я у себя. Успею, да, қазір. Буквально 2-3 минуты.